Құрметті ханымдар, бүгін сіздерді халықаралық әйелдер күнімен 8 наурыз мейрамымен құттықтай отырып, атамыздың сыйлық атты өлеңін оқығалы отырмын. Сұлтан Қалиұлы, сыйлық. Күнтізбеге қарадым, қарсы алыппыз наурызды, мерекесі анамның жақын қалған тәрізді. Әжем, жеңгем, анамды бәрін тіздім дәптерге, ұмыт қалмай саналды қарындасым әпкемде, құттықтаймын бәрінде. Мерекелі күніңмен не істеу керек, әрине, көп ойладым мұнымен. Сыйлық берсем біріне, бірі қалар өкпелеп, сыйлықтың көп түріне ақша шіркін көп керек. Ең оңайы бәрінен көп бәйшешек терсемде, бөліп сәнімен сыйлығым деп берсем бе. Тұңғыш көктем гүл үшін қуансын ақ әпкемдер, өкінішпен бұл үшін әжем бірақ әттеңдер. Ұнатпайды ол тіпті бәйшешекті үзгенді, былтыр талай қорқытты қарғайды деп біздерді. Бала емес, шаға емес, қайтсын әжем гүліңді, сый таба алмай бағалыш, өткіздім бос күнімді. Сон алдым фанерді, сон алдым араны, істің кірді сәненді, бұл ақылым жарады. Жалтылдады қауышым, соқтым келіп балғаны, шағын жәшік жасадым, кейінге іс қалмады. Бітірдім ау, ой, әрең, мерейім менің бір өсті, бүйіріне бояумен салдым қызыл кресті. Жан жағыма қарадым, қабырғаға ілдімде, атам керді қабағын, ұнап қалды бұл мүлде. Сүйкімді жәшігім ашылады қақпағы, іліп тұрып шашығын әкем мені мақтады. Әке, жеңге, анашым, мұнда жедел кел бәрің, әже бері қарашы, құтты болсын мейрамың. Сіздер үшін дедім мен, дәрі қойғыш бұл әптек, сүйді әжем бетімнен құрақ ашып құлап кеп. Қашып шығып әзермен зорға тыйып күлкімді, құтылып ем әжемнен анамдар да ұмтылды. Ырза еттім сәл бұйыммен, себі көп ау ақылдың, кезек-кезек сүйеуден босан алмай жатырмын.